Hello my friends. Біздің бүгінгі тақырыбымыз prepositions және оның ішінде in, on, under. Prepositions дегеніміз ол көмекші сөздер, бірақ қазақ тілінде prepositions деген ұғым жоқ. Қазақ тілінде жаңа атау септік, ілік септік, жалғау, жұрнақ дегендер бар. Ал ағылшын тілінде оны осы көмекші сөздер арқылы жасаймыз. Prepositions in, on, under. In ішінде деген мағынаны білдіреді, on үстінде деген, ал under деген астында деген мағынаны білдіреді. Ал мысал айтайық. Мына бірінші суретке мысал құрайық біз. The cat is in the box. Мына мысық қораптың ішінде. Яғни the cat мына мысық, is to be етістігі, in preposition, the box қорап. Яғни мысық қораптың ішінде. Енді келесі суретке назар аударыңыздар. Мысық орындықтың үстінде отыр. Оны ағылшынша қалай айтаймыз? The cat is on the chair. Мысық орындықтың үстінде. The cat мысық, is to be етістігі, on preposition, the chair мына орындық. Енді үшінші суретке назар аударыңыздар. Мысық столдың астында жатыр. Оны ағылшын тілінде қалай айтамыз? The cat is under the table. Яғни мысық столдың астында. The cat мына мысық, is to be етістігі, under бұл preposition, the table үстел. Сонда мысық үстелдің астында. Енді келесі мысалдарға назар аударайық. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, қорап және оның ішінде көптеген кітаптар тұр. The books are in the box. Мына кітаптар қораптың ішінде. The books кітаптар. S жалғауы бұл көпше түрде болғасын жалғанып тұр. Are дегеніміз көпше түрдегі to be етістігі. In preposition ішінде. The books мына қорап. Келесі мысал. The books are on the chair. Мына кітаптар үстелдің, яғни орындықтың үстінде тұр. The books кітаптар. S дегеніміз көптік жалғауы. Are көпше түрдегі to be етістігі. On үстінде. The chair орындық. Келесі мысал. The books are under the table. Мына кітаптар үстелдің астында тұр. Суретте көріп тұрғандарыңызда үстелдің астында тұр. The books кітаптар. S көптік жалғауы. Are бұл көпше түрдегі to be етістігі. Under астында. The table үстелдің. Енді келесі, мына орындықтың үстінде ит отыр. Соған сұрақ қояйық. Is the dog on the chair? Мына ит орындықтың үстінде ме? Is it is? Орындықтың үстінде. Are the ants under the chair? Мына құмырсқалар орындықтың астында ма? No, there aren't. Жоқ, орындықтың астында емес. Достар, сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше. Goodbye. Bye-bye.